Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге демген бүгін жұмсақ және тәтті шоколадный печенье рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде пісіруге кеңес беремін. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рахмет. Жылы сүтке кофені ерітіп аламыз. Еріген сары май немесе жұмсақ сары май салып, қант қосып миксерлейміз. Бір жұмыртқа қосамыз. Какаоға қопсытқыш қосып, массаға салып араластырамыз. Сүтте еріген кофемізді қосамыз. Ұн қосамыз. Қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағат немесе морозильникке жарты сағатқа қойып қойыңыз. Қамырымызды шарик тәрізді қылып, сахарный пудрада орап аламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа қоямыз. Біздің шоколадный печеньеміз дайын, ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сау болыңыз.